Жантақтың емдік қасиетін білесіз бе? Қазір жантақтың гүлдеп жатқан кезі. Оны ауыл тұрғындары малдың қыстық азық ретінде қолданатыны белгілі. Ал емдік қасиеті туралы біреу білсе, біреу білмес. Сіздермен бірге дертке дауа арнасы. Құрметті оқырман, 100 000 оқырманға жетуге атсалысуларыңызды сұраймыз. Ол үшін арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің оп-оңай, болмашы ғана әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Осыдан бірнеше жыл бұрын менің өтім толып қала беретін, асқазаным қыжылдайтын, қалаған нәрсемді жей алмай қор болатынмын. Тіпті кейде астың сіңуінің өзі қиынға соғушы еді. Дәрігерге көрініп үнемі дәрі қабылдаумен жүретінмін. Бірақ дәрі ішуден, укол салдырудан да адам шаршайды екен. Өтім толып аузыма ащы запыранның дәмі келіп, қиналып отырғанымда үйге көптен бері көрмеген бір ағайымыз келіп қалып, мазамның болмай отырғанын көріп, кіржиген қабағынан байқаған ол кісі, бір жерің ауырып отырма деп сұрады. Мен ас қорыту жолдарының дұрыс жұмыс істемейтінін айтып ем. Ол дәл қазір жантақтың гүлдеп жатқан кезі. Соны көп қылып орып әкеліп қойды да, майдалап турап шай секілді демдеп іше бер, аттай болып кетесің деді. Туысымыздың жасы ұлғайып қалған кісі еді. Сөзіне сенер-сенбесімді білмедім. Артықпен бірдеңені шатастырып айтып қалса, бекерге уланып қалармын деп қорықтым. Сөйтіп, ол кісіге мақұл деп бас изегенім болмаса, айтқанын орындай қойғаным жоқ. Біраз уақыттан кейін әскерде бірге болған дос жігітті көшеде кездестіріп қалдым. Қала сыртында саяжайы барын айтқан, ол мені қонаққа шақырды. Бардым. Таза ауамен тыныстап есік алдындағы хауызына шомылдық. Досым кәуіп әзірледі, әйелі ет асты. Дастарханды тәтті бәттілерге толтырды. Көкөністерден жасалған салаттардан ғана ауыз тиіп, еттен жасалынған тағамдардан түртіп қана қойғанымды байқаған досым неге тамақ жемей отырғанымды сұрады. Мен ауруымды айтып едім, ол маған күле қарап, сен қорықпай жей бер, мен оны сіңдіретін нәрсе табамын деді. Мен арақ құяйын деп отырған шығар деп, ондайды іше алмаймын деп сызылдым. Шыны керек, арақта жақпайтын. Сонымен досым маған күштеп кәуіпті да, 5 бармақты да жегізді. Бірер сағаттан кейін әйелі шай демдеп әкелді. Дәмі өзгешелеу екен. Ішіп отырмын, қандай шай деп сұрауға ұяламын. Не керек, қанша күшті тамақ жегенімен сол күні мен түнде тыныш ұйықтадым. Запыранда мазаламады, асқазанымда қыжылдаған жоқ. Ертесіне қайтып бара жатқанда досым құтыға салынған бірдеңе берді. Не екен сұрағанымда ол, бұл сені ауруынан айықтыратын нәрсе. Күніге осының бір шай қасығын, бір стақан қайнаған су құйып іше бер, жақсы болып кетесің деді. Әрі қарай қазбалап сұрауға ұялып кете бардым. Үйге келген соң досым берген шөпті үзбей айға жуық уақыт іштім. Шынында да жағдайым түзеліп қалды. Бұрынғыдай мазам қашпайды. Емдік шөбім таусылған соң досыма қоңырау шалып өткенде берген шайының таусылғанын айтып, тағы бар ма деп сұрап едім. Ол кеңкілдей күліп, соның не екенін байқамағансың ба? Кәдімгі жантақ қой. Соны гүлдеген кезде орып алда, көлеңкеде кептіріп, ұнтақтап шай қылып іше бер, бойыңдан ауру қалдырмайды. Содан бастап жас шықса, жантақ жинап алатын болдым. Сөйтіп оны шай ретінде ішіп жүремін. Құдайға шүкір, денсаулығымда 100% жасарып, өзім жасарып кеттім деуге болады. Жантақтың суыққа қарсы ыстық түсіретін, жөтелді басатын, жараның аузын жиыратын, зәр айдайтын, іш қатуын болдырмайтын қасиеті де бар. Ол геморройды да жақсы емдейді. Ем ретінде жантақтың гүлін тамырын қолданады. Іші қатып ауыратындар жантақтың алдын ала кептірілген, ұсақталған тамырының 2 шай қасығына 1 стақан қайнаған су құйып 7 минут қайнатады. Қараңғы жерде 30 минуттай тұндырып суытады. Содан соң осы қайнатпаның бәрін аш қарынға бірден ішіп қою керек. Ішті қатты жүргізеді. Ал жатыр мойның эрозиясы, іріңді, отит және геморрой аурулар кезінде жантақ ваннасын қабылдау керек. Ол үшін жантақтың 4 ас қасығына 500 мл қайнаған су құйып, оны 2 сағат тұндырып қояды. Содан соң онымен ауырған жеріңізді жуасыз. Жантақтың осындай емдік қасиеттері бар. Дегенмен оны пайдаланбас бұрын емдеуші дәрігеріңізбен кеңесіп алғаныңыз жөн. Жантақ өсімдігі шөл-шөлейт жерлерде өседі. Оның алуан түрі бар. Мәселен, Америка шөлінде 7 түрі, Тамада елдерінде 5 түрі, Қазақстанда 4 түрін кездестіруге болады. Қазақстанда көбіне Каспий,
Арал, Иембі, Ертіс, Оңтүстік Қазақстан, Маңғыстау, Мойынқұм, Іле, Шу, Балқаш, Алакөл аймақтарында өседі. Қазақстанның оңтүстік және орталық аймақтарында қарғыс жантағы және сирек жапырақтары жантақ түрі, ал республикамыздың батыс бөлігінде парсы жантағы көп кездеседі. Бұл өсімдік тек малға ғана азық емес, оның адамды дертінен айықтыратын емдік қасиеттері өте мол. Сондай-ақ жантақтың суыққа қарсы ыстық түсіретін, жөтелді басатын, жараның аузын жирайтын, зәр айдайтын, іш қатуын болдырмайтын қасиеттері де бар. Жантақ шөл және шөлейт далаларда өмір сүретін жануарлардың азығы болып саналады. Далалық жердің топырағының құнарлығы мен эрозияға ұшырау дәрежесі тікелей жантақ өсімдігінің жамылғысына тәуелді. Сондықтан да жантақ өсімдігінің табиғаттағы орны ерекше. Ара жәндіктері жантақтың гүлдерінен бал жинайды. Оның дәмі кермектеу болады. Адам ағзасы үшін әсері жантақ гүліне жиналған балдың маңызы зор. Жоғарыда айтып өткендей, жантақ түйе малының сүйіп жейтін азығы. Қой мен ешкі де бұл өсімдіктің сүйіп жейді. Үнемі жантақ өсімдігімен қоректенген ұсақ малдарда қосымша емдеудің қажеті жоқ. Олар жемдеген малдан бетер қоңды болып, өте дәмді болады. Сондықтан ауылдық жерлердің тұрғындары мал азығы үшін көбісі жантақ өсімдігін гүлдеп, дән байлаған кезде орып, малға қыстық азық үшін жинап алады. Халық медицинасында дәрілік шөптерді қолдану кейінгі кезеңде етек алды. Олардың ішінде халық арасында емдік қасиет үшін көптеген ауруларға қолданатын жантақ өсімдігінің тек адам өмірінде ғана емес, ауыл шаруашылығының саласын өркендетуге де пайдасы бар. Біз сөз етіп отырған жантақ өсімдігі біздің өңірдің экологиялық жүйесін қорғауға да маңызы зор. Қорыта айтқанда, жантақ өсімдігінің қасиеттері табиғат сыры, оны орынды пайдалану біздің міндетіміз. Ем болсын, видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісіңіз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық. Ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын. Сіздермен бірге дертке дауа арнасы.